Бүгінгі видеода бүйрек ауруларының белгілерін және де бүйрек ауырған жағдайда қандай тексерілуден өту керектігін, сосын қандай дәрігерге бару керектігін білетін боласыздар. Сәлем құрметті алтындарым, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп алып, және де от души лайк басып шын ниеттеріңізбен және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Комментарияға қандай видео шығарайын сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде оқимын комментарияны және де сіздерге арнап видео шығаруға тырысамын. Бүйрек ауруының басты белгілері. Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшенің бірі. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте зор. Себебі әйел адамның денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел ағзасындағы түрлі дерттен хабар береді. Осыған байланысты аурудың алдын алуға мүмкіншілік туады. Назарларыңызға 6 белгісін ұсынамыз. Бірінші белгісі: бүйрек әлсіздігінен бет, аяқ, қол, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі бар. Ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығулар жасау. Екінші белгісі: әйелдердің тез тону себебі бүйрек әлсіздігінен болады. Мұндай құбылысты жеңу үшін тамақтану рационын қадағалап, қой еті, сиыр еті, ащы бұрыш, пияз, зімбір секілді азықтарды көбірек пайдаланған жөн. Үшінші белгісі: бүйрек әлсіздігі әйелдің жыныстық қарым-қатынасқа қызығушылығын төмендетіп, себепсіз ашуланып, климакс тым ерте басталуына әсер етеді. Сонымен қатар, бүйрегі әлсіз адамдар тез қартаяды. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емдік шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасаған дұрыс. Төртінші белгісі: бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі бөлініп кетуі де бүйрек әлсіздігінен болады. Ағзадағы мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, самырыққұлақ, жүзімді үнемі пайдалану керек. Бесінші белгісі: бүйрек әлсіздігінен әйелдердің ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінен адреналин бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады екен. Ол артық май жиналуына себеп болады. Оған қарсы тұру үшін қаз, қоян, балық еті секілді азықтарды көп тұтынған дұрыс. Алтыншы белгісі: бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып, дәрігерге көрініп, емдік шаралар қолданбаса, бүйрек істен шығып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда. Бүйрегіңіз ауырып қалса, бірінші урологке барыңыз. Және де қандай анализ тапсыру керектігін айтайын. Бірінші матча, зәрді тапсырасыз, және де УЗИға түсесіз. Бүйрегіңізді УЗИға тексертіп аласыз. Үйде ауырып қалған жағдайда ношпа, папаверин, урелсан деген дәрілеріңіз болса, соның біреуін ішсеңіз болады. Бірақ қандай да дәрінің ішу үшін алдын ала дәрігермен кеңес алып, дәрігерге барған жөн, немесе үйге шақыртыңыз. Осымен видео соңына келіп қалды. Келесі видеода бүйректі үй жағдайында қалай емделу керек екенін әдісті айтатын боламын. Келесі видеода жолыққанша достар, қазақ елі аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын.